Баршаңызға қайырлы күн. Әр атқан таңымыз қайырлы берекелі болсын. Мен сіздермен анардың бүгінгі 10 қасиетімен бөліскім келіп отыр. Жеміс ағашы, ежелден келе жатқан жеміс ағашы, бойы 5-6 метрге дейін барады. 80 жылға дейін, кейде одан да көп өмір сүреді. 3-4 жастан кейін жеміс береді. Жемісін жерге түсірмей тұрып алады. Сәуір айында гүлдеп күзде жемісін береді. Анар жемісін ерекше қасиетті және пайдалы жақтарын назарларыңызға ұсынамын. Бірінші, гемоглобинді жоғарылатады. Анар жемісін қан аздық ауруымен күресуге көмектеседі. Осы дерт кезінде анар шырыны 2 ай көлемінде күніне 30 минуттан 3 стакан ішу абзал. Қан қысымын төмендетеді. Анар дәндері қан қысымы дертіне шалдыққан науқастардың артериалды қысымдарын түсіруге көмектеседі. Кептірілген жеміс жарғағын шайға қосып ішсе, жүйке жүйесін қалпына келтіріп, түнгі ұйқыны жақсартады. Гормон белсенділігін арттырады. Анар жемісі дәнінің құрамында майы бар. Ол ағзадағы гормондық балансты қалпына келтіреді. Сол себепті жеміс дәндерін жеген абзал. Ауыз қуысында дәрілейді. Жеміс қабығынан жасалынған су тұнбасын немесе шырынын ангина және фарингит ауруларын емдеу кезінде тамақты шаюға пайдаланады. Инсулинді алмастырады. Анар жемісін қан диабеті ауруына шалдыққан адамдарға өте пайдалы. Тамақ ішпес бұрын 60 тамшы және шырынын күніне 4 рет қолданылса, қан құрамындағы қант деңгейі төмендейді. 6. Радиацияны шығарады. Анар шырыны радиоактивті изотопты заттармен жұмыс жасайтын немесе радиациясы жоғары аймақтары тұратын адамдарға ішкен жөн. 7. Ағзадағы құрттардың көзін жояды. Піскен анар қабығы құрамында құрттарға қарсы пальтерин, пезопелтерин және метилизопелтерин сынды алкалоидтер бар. Ағзадағы құрттардың көзін жою үшін күніне 4 грамм анар қабығын 400 грамм суық суға салып, қайнату арқылы ағзаға іштей қабылдау керек. 8. Іш өтуді тоқтатады. Анар жемісін мен қабығын іш өтуге тоқ ішектің қабынуына қарсы қолданады. Ағзадағы қабынуды емдейді. Жеміс қабығы адам ағзасындағы бүйрек, бауыр, көз, құлақ, буын қабынуларына қарсы емді мақсатта пайдаланады. Ол үшін 2 ас қасық анар қабығын 1 стакан ыстық суға салып 30 минут қайнатып, дайын болған тұнбаны күніне 50 граммнан 2-3 рет ішекке қолданған абзал. Пайдалы арнам бөлісіп отқаныма қуаныштымын сіздермен. Ұнап жатса, лайк басып тіркеліп қолдай кетіңіздер. Баршаңызға ем болсын. Әрбір жемісіміздің пайдасы өте керемет, мол қасиеттері бар.